Бүгін Дуньхуан қаласында Қазақстан мен Қытайдың жоғарғы соты өзара түсіністік жөніндегі құжатқа қол қойды. Бұл екі елдің сот органы арасындағы әріптестікті жаңа деңгейге көтермек. Қытайдың Ганьсу провинциясы Дуньхуан қаласына сапарлай барған Қазақстан жоғарғы сотының төрағасы Қайрат Мәми қытайлық әріптесі Джоу Цянмен кездесті. Сонымен қатар Судан және Тәжікстан сотының да төрағасымен жүздесті. Осы елдегі меншікті тілшіміз Нұрбек Бекен тарқатсын. Ертең Қытайдың Дуньхуан қаласында Ұлы Жібек жолы бойындағы елдермен сот саласындағы әріптестікті арттыру мақсатында 2 күндік халықаралық форум басталады. Шараны Қытай халықтық жоғары соты ұйымдастырып отыр. Бүгін форум аясында бірқатар екі жақты кездесулер өтті. Қазақстан жоғарғы сотының төрағасы Қайрат Мәми қытайлық әріптесі Джоу Цянмен кездесті. Оның айтуынша екі мемлекет басшысының достық қарым-қатынасы түрлі саладағы байланысты жаңа деңгейге көтерді. Ал Қытай сотының төрағасы Қазақстанды экспоны сәтті өткізумен құттықтады. Екі елдің жоғарғы соты арасында өзара қарым-қатынас жоғары деңгейде дамып келеді. Судьяларды оқыту, электронды сот ісін жүргізу, ашық сот жүйесін қалыптастыруда өзара тәжірибе алмасып отырады. Қазір Қытайдың сот академиясында қазақстандық судьялар 2 апталық тәжірибе алмасуда жүр. Джоу Цянның сөзінше, бірнеше елден келген қазылардың арасында қазақстандық мамандар өздерінің кәсіби біліктілігімен ерекшеленді. Енді әріптестік аймақтық деңгейде өрбейді. Астана мен Бейжің, Алматы мен Үрімші қаласының соттары өзара жұмыс істеу механизмін жетілдіреді. Бүгін қол қойылған құжатта осы қарастырылған. Қытай соңғы 4 жылдан бері сот жүйесін реформалап келеді. Осы уақыт аралығында 220 мың судья қызметкерін 120 мыңға дейін қысқартқан. Демек, саннан сапаға көшіп, судьялардың кәсіби біліктілігіне ерекше мән беруде. Бұл елде жылына 23 миллион іс қаралады екен. Сот жүйесін ақпараттандырып, электронды іс жүргізуді дамытқалы жұмыс өнімділігі артқан. Қазақстан жоғарғы сотының төрағасы Қайрат Мәми де әріптесін елімізде жүргізіліп жатқан реформалармен кеңірек таныстырып өтті. Оның айтуынша, Қытай мен Қазақстанның сот жүйесінің ақпараттандыруы бір деңгейде дамып келеді. Қазір Қазақстандағы сот залының 100% аудио және видео жабдықтармен қамтылған. Нұрбек Бекен, Жаңсүй, Хабар 24, Қытайдан.